Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қамыр илеуді үйренеміз, және жаюды. Бірінші бізге су қажет және тұз. Бұндай қамыр тек мантыға ғана келеді. Пельменге болмаса басқа тағамдарға мүлдем келмейді. Манты буда піскендіктен кейін тек тұзбен суға илесеңіздер болады. Суыңыз міндетті түрде суық болу керек. Осылай суыңызды құйып аласыз ыдысқа. Одан кейін ақырындап ұн қосасыз. Міне видеода көріп отқандағыдай сразу көп ұн қосуға болмайды. Видеода көріп отсаңыздар, мен ақырын қосқам. Қаттырақ, видеода көріп тұрсыз ғой, қаттырақ жұдырықпен қысып алу керек. Сол кезде наныңыз қатты болып иленеді. Ұнның нақты өзіңіздің суыңызға байланысты. Наныңыз ұстап көрсеңіз, былай қолға жабыспай, солай иленген кезде ғана ұнды қосуды тоқтатасыз. Мысалы, қаттырақ илесеңіз, ұн көбірек кетеді. Мысалы, міне қараңыз, қазір мен видеода толықтай илеп болдым. Енді бұл жан-жағын тазалап алдым, сырап болмау үшін. Осыны жауып 5-10 минутқа қойып қоясыз. 5-10 минуттан кейін осылай қайтадан бір қолмен мұжып илеп аласыз. Міне көріп отырсыз ғой видеода. Осылай 2-3 рет қайталасаңыз, наныңыз өте керемет болады. Демалып, жақсы нан болып шығады қамырыңыз. Екі-үш рет демалған наныңызды қолмен илегеннен кейін осылай столға болмаса өзіңіздің жаятын жеріңізге ұн бірінші сеуіп аласыз. Осылай екі жағы да ұнға тию керек, көрді отырсыз ғой. Бірінші осылай, осы тәсілмен мен жаям. Бірінші қолмен дұрыстап жайып алам. Үлкенірек болғанша. Егер қолыңызға болмаса оқтауға жабысып атқан жағдайда, жабысқанын сезсеңіз нанның, онда міндетті түрде ұн себуді ұмытпаңыз. Міне осындай көлемге дейін қолмен жаямда, енді оқтаумен жаятын боламын. Бірінші оқтаумен осылай жайып алам. Одан кейін орап жаямын. Міне мантының қамыры дайын. Міндетті түрде лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмас үшін. Рахмет үлкен.